Менің бұл бейнебаяным өзімнің білім ордам мектебіме арналады. Менің мектебім Ғабит Мүсірепов атындағы орта мектеп. Ғабит Мүсірепов 1902 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңа жол ауылында кедей шаруасында туған. Бала кезінде ауыл молдасынан оқып, ескіше хат таниды. Ауыл ақсақалдары кешке жақын дөң басына көк майса үстіне киізді жайғызып тастап неше түрлі қисса жырларды Ғабитке оқытып, ұзақ-ұзақ тыңдайтын болған. Мүсірепов әңгіме жазудың бейімбеттен кейінгі асқан шебері болды. Қыз Жібек қозы, Көрпеш баян сұлу, Амангелді секілді классикалық үлгідегі пьесалар, Оянған өлке, Қазақ солдаты сияқты кесек романдар жазып қазақ әдебиетінің ұлы тұлғасына айналды. Мен өзі мектебіммен мақтанамын. Болашақта осы мектебімді көркейтуге бар жан тәнімді саламын. Елімізде болып жатқан туған жерге тағзым акциясы жобасында болашақта осы мектебімді көркейткім келеді. Барлық шәкірттерді өз мектебін сүюге, құрметтеуге, білім ордаларын көркейтуге шақырамын.